Assalamualaikum қазақ елі, амансыздар ма? Мен шүкір Аллаға намазға берілгеннен бері нәпсіммен алысып, жанымды, тәнімді тазалап жүргендігім себепті видео көп түсіргем жоқ, WhatsApp группаларға кіргем жоқ. В общем, нәпсіммен күресіп жатырмын. Бұрынғы әдеттерімді өзгертіп, сол үшін видео салмай жатырмын. Бүгін мына жерді бұқалар бұзып шыққан. Мына жердің бардағын шығарған, соны қайтадан кіргізіп, кеше қалаға барғанда мынандай сым темір әкелгем. Сонымен жыртық тесігін жамап отырмын. Орақ әкелгем. Аздан кейін орақпен осы шөптердің барлығын орып, құрғақ шөппен су шөпті араластырып беретін болам, Алла қаласа. Бисмилла. Мынандай орақ алдық. Мына шөптер аласа пысайын деген андай күлашқан жабайы жоңышқа сол секілді ерте күлашатындар деген орам, қалғандарын пысуын күтем. Мыналар әлі ерте, башырған жоқ. Бұқалар жатыр енді. Мынаны көріп тұратын шығар. Мына жақтағын ормаймын. Арғы жақта күлашқандарды көрдіңіздер ме? Әне осы сары күлашқандар. Соларды орам бұйырса. Көреміз жеймеген. Ана жердегі өзімнің агротында күлашқан шөптерді ордым. Әрине жейді. Ат көрінде тұрған малды жеу керек. Так, мына шөп, мына тікендерді орамыз. Тікендер басшара бастады. Егер күлашып кетсе, мына тікен енді қаптап кетеді. Биыл егер осындай ұрық тастамай тұрып, орып бітіретін болсам, келесі жыл қаптамайды. Тікенді жейді екен, аузына бірақ салып жатыр. Көреміз, біліп салып жатыр ма, білмей салып жатыр ма. Ар жақтағы шөпті онша жақсы жеген жоқ, жеді деп жер қайтып келді. Шөп орып беріп отырмын. Мынау ашық жер, ешкім жоқ. Мынау менің бұқаларым. Осы түбінен бастап орып тақырлап самасам, ішінде тұрып сырттағы шөпті жеймін дейді екен де. Мынаны бұзады екен. Қолға тікен кіріп жатыр. Олар тікенді жақсы жейді екен да. Тікендер қатайып кетсе жемейді, орақтың да күйі келмейді қурайға. Жас кезінде мыналар мойын созып, агроттың бытшын шығарады екен. Сонымен орып лақтырып беріп отырмын. Жаңалық осы. Марқұм әке-шешемнен қалған ең мықты қолғапты кидім. Оригинал. Сусында әкелдім. Орағым бар. Ашам бар. Енді ору керек. Жақта тікен деген жетеді. Бұйырса биыл жаңбыр көп, күн жылайтын кезде жылып, жауатын кезде жауып тұр. Шөп көп, шаяқты мотоциклмен енді жатпай тұрмай. Шөп пыса бастады, шөп жию керек. Қай жерде есі жоқ шөп бар. Жолдың жағасы, ең қалған агрот. Сол секілді жерлерден шаяқты мен жиып алу керек бұйырса. Мынау жерді біткеннен кейін. Мынаны жимайым, пырамай лақтыра берем, жегені жейді, жегенмеген қалады астына. Орып лақтырып. Осы жерді болғасын бұйырса тікендерімен қосып отырып. Тағы да ең қалған агроттағыларды мотоциклге басып әкеп, кептіріп, жерге жиямыз. Біразын осыған лақтырып тұрамыз, басқанын кептіріп, келер жылға дайындаламыз, Алла қаласа.